Қазіргі күні елімізде 4 миллионға жуық жас бар. Бұл Қазақстан халқының елеулі бөлігі. Сондықтан жастардың тың ойларын, жігері мен білімін мемлекет дамуына пайдалану маңызды. Президенттік кадр резервіне өткен 300 жастың осалы жоқ, бәрі мықты. Білімді, білікті, талантты, талапты, ойлы және жаңашыл. Арасынан мемлекеттік қызмет саласын өзгертетін мықты көшбасшылар шығатынына сенім мол. Манчестер университетінің түлегі Жаннат Дөбірованың жасы 32-де, IT саласында 14 жылдан бері еңбек етіп келеді. 100-ден астам жобаның авторы. Нұрсұлтан қаласы әкімдігінің Айкөмек мониторинг және жедел әрекет ету орталығының негізін қалаған. Осыдан 2 жыл бұрын қолданысқа енген Айкөмекті қазір халық жақсы біледі. Мазалаған сұрақтары болса, коммуналдық проблемалар туындаса хабарласып, тез арада шешуге мүмкіндік бар. Осы нәтижелі жобаның авторы Жаннат президенттік кадр резервінің іріктеу кезеңдерінен сүрінбей өтті. У нас в Казахстане такую же инициативу запустили. Елімізде президенттік кадрлық резервке іріктеу өтеді дегенді ести сала, бірден бағымды сынап көремін деп шештім. Бұл мен үшін үлкен мүмкіндік. Іріктеу кезеңдері әрине оңай болған жоқ. Тапсырмалар қиын. Қатысушылар да кіл мықтылар. Жалпы адам өзінің білімін, біліктілігін шыңдап отыру керек. Бұл тұрғыда да осы сынақ маған көп пайдасын тигізді. Және іріктеу өте әділ, шынайы болды. Болашақ бағдарламасының түлегі шет елдерде білімін жетілдіріп, кәсібилігін шыңдаған жастың бірі Нұрәлі. Бірнеше тілді жетік біледі, түрлі салада еңбек етіп, тәжірибе жинаған. Нұрәлінің пікірінше резерв жастардан таландырудың бір жолы. Оған тек жоғары лауазымға ұсынылатын топ деп қарамай, халыққа шын ниетімен қызмет етуді міндет деп білу керек. Өз деңгейіңді анықтауға үлкен көмек берді, және бұл тек қана мұна 300 тізімге кірем деген ғана ой емес, өзіме бір арнайы жарыс секілді өзім деңгейімді білуді, және қай жерде артықшылығым бар, қай жерде кемшілігім бар, соны анықтадым өзіме. 13 мыңдай үміткер қатысты, оның ішіне 300 адам таңдалды. Бұл демек Қазақстанның жалпы халқының арасында үлкен қызығушылық туғызды бұл тест. Әрбір кәсіби маман мемлекет дамуының негізгі қозғаушы күшіне айнала алады. Кадр резервінің мақсаты да осы. Білімді, білікті, қабілет қарымы мол жастарды іріктеу, оларды көшбасшылыққа тәрбиелеу. Бұл жан-жақты жігерлі жастар жарқын болашақтың кепілі. Ақерке Берікбекқызы, Жанболат Қобдабай, Жасұлан Жақсай, ұлттық арна.